Одан кейін бірнеше секундтан соң жауабы айтылады. Сұрақпен танысып алғаннан кейін паузаға басып өз жауабыңызды ойлап алыңыз. Болған соң қайта плей басып өз нұсқаңызды дұрыс жауабымен тексеріңіз. Суретте шөлді далада кетіп бара жатқан түйе керуені бейнеленген. Бірден айтып қояйын, мына жерде ешқандай фотошоп жоқ. Бұл шын еш өзгеріске ұшырамаған сурет. Сұрақ: түйелердің аяқ астында белгісіз ақ заттарды байқаса болады. Сонда ол не? Жауабы: белгісіз ақ нәрселер ол түйелердің өзі, ал сіз көріп тұрған қара түйелер негізінде жай ғана көлеңке. Ал осы ой жұмбақ арқылы кезінде адам қаншалықты мас екенін тексеретін. Егер өте алмаса мас, ал егер өтіп кетсе сау болып саналатын. Сөйтсе бұл ой жұмбақты мас адамдар тұрсын, сау адамдарды өте алмай қалған еді. Көрсетілген жасыл бағдармен ішіне кіріп, қызыл-жасыл деп тастармен жүріп лабиринттен шығып кету керек. Міне берілген уақытта аяқталды. Лабиринттен шығу жолын тапқан шығарсыз. Ал егер таба алмасаңыз, дұрыс жолы осындай. Сіздің ойыңызша бұл суретте қандай заттар бейнеленген? Әр затқа әр түрлі ракурстан қарасаңыз, жауапты тез арада табуға болады. Бірінші суретімізде кіреберіс жағында тумен тұрған игу. Екіншісінде аквариумдегі тығылып жүрген балық. Ал үшіншісінде үстінен қарағандағы ақ қаланың бейнесі. Бұл куб пішінді ойын тасы. Сол жақтағы көрсетілген суретке қарай отырып, оны ойша осылай жинап, көрсетілген нұсқалардың қайсы дұрыс екенін анықтаңыз. Дұрыс жауабы Б. Статистика бойынша бұл сұраққа 90% адам дұрыс жауап бере алмайды екен. Суретке мұқият қарап, үстелде қанша сіреңке жатқанын айтыңыз. Кейбіреулер бұл жерде 9 немесе 10 сіреңке бар деп ойлап қалуы мүмкін. Ол өйткені мына фотодағы зажигалканың жылтыр сырты артық сіреңкелердің иллюзиясын істеп тұр. Ол иллюзияны кетіру үшін фотоға осылай қарайық. Енді мына жерде қанша сіреңке көріп тұрсыз? 8 бі? Онда жауабыңыз дұрыс емес. Себебі зажигалканың оң жақ шетіндегі сіреңке осындай қалыпта тұру үшін толықтай сиып кету керек. Ал ол мүмкін емес. Онда ол не деген сөз? Иә, дұрыс, ол жерде сіреңкенің жартысы тұр. Яғни бұл сұрақтың жауабы 7,5 сіреңке. Сонымен қатар, мына жерде кадрға кірмей қалған бір сіреңкені байқап қалса болады. Мына көрсетілген сандар үстінен төмен қарай қандай схемамен тұрғанын түсіндіріп беріңіз. Жауабы: әр төмен түскен бір қадам жоғарыдағы санның саналуын білдіріп отырады. Мысалы, екінші қадамдағы 11 саны үстіндегі бір саны бір рет тұрғанын, ал оның астындағы 21 саны үстіндегі 2 рет бір санын тұрғанын білдіріп, солай төмен қарай түсе береді. Алдындағы логикалық сұрақтардың видеосында көбіне детектив болу өте қатты ұнады. Енді бүгінде қылмыстық істің шешілуіне көмектесуіңізге тура келеді. Қанішер адамдарды ұрлап, 2 дәрінің біреуін ішуге береді. Сен қазір осы 2 дәрінің біреуін ішесің. Оның біреуі зиян емес, ал басқасы адамды тұрған жерінде өлтіріп тастайды. Таңдауын өзінде, деп айтады қылмыскер. Осы сөзден кейін адам дәріні ішіп өліп кетеді. Және әр ұрланған адам әрдайым өлім дәрісін қабылдап өмірден өтетін. Ал қалған дәріні қылмыскер өзі ішіп кетіп қалатын. Сұрақ: қалайша адамдар әрдайым өлім дәрісін, ал өлтіргіш зиян емесін таңдайтын? Жауабы: қылмыскер берген дәріде емес, суда болды. Сондықтан адам қандай дәріні таңдамаса да бәрібір өліп кетер еді. Мына логикалық сұраққа жауап беру үшін тек математика емес, сонымен қатар басқа пәннің білімі қажет болады. Ал енді екі жағы тең екенін дәлелдеп көріңіз. Жауабы: 8 санының оң жағындағы сандарды осылай бұрсақ, ағылшын тіліндегі 8 деген сөз шығады. Ол ағылшынша 8 деп аударылады. Мен басында айттым ғой, шешімді табу үшін математикадан басқа пән керек болады. 3 жылқының қосылуы 30 деген санды береді. Ал жылқы мен 2 тағаның қосындысы 18-ге тең. Тағадан аяқ киімді алсақ 2 шығады. Ал енді аяқ киімге жылқыны қосып,
тағаны көбейтсек қандай сан шығады? Бұл теңдеудің жауабы осындай.